Күллі ғаламның жаратушысы аса рақымды, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Барлық мадақ пен мақтау жалғыз Аллаға ғана тән. Екі әлемнің мырзасы, пайғамбарлар падишасы Хазіретті Мұхаммедке және оның отбасына, ардақты сахабаларына ұлық жаратушының сәлемі мен нұры жаусын. Исламның 5 парызының бірі күнделікті оқылатын 5 уақыт намаз десек, осы намаздардан соң Алланың есімдерін ұлықтап, мадақ айтып, тәспі тарту қалыптасқан сүннет болып саналады. Тәспі тарту адамның иманын арттырып, рухын нұрландырады деп түсіндіріледі. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Комментарийға өз ойларыңызды жазуды да ұмытпаңыздар. Тәспі сөзі о баста арабтың суббах, Аллаға мадақ, Алланы мадақтау сөзінен шықты. Ислам әлеміндегі тәспілер негізінен 17, 33, 99 тастан құралады. Мұның әсіресе соңғы екеуі кең тараған. 99 саны Алла тағаланың 99 көркем есімдерімен тығыз байланысты. Әр намаздан кейін отырып субханаллах, Аллах тағала бәрінен де жоғары, әлхамдулиллих, бар мадақ Аллах тағалаға, Аллаху акбар, Аллах ұлы сөздерін 33 реттен айтып шығады. Осылайша Алланы еске алып мадақ айтады. Егер сендерді ашу қысса, отырыңдар. Отырғанда басыла қоймаса, жатыңдар. Тіптен оғанда болмай бара жатса, тәспі тартып Алланы еске алыңдар дейді. Хадистің астарына үңілсек, мәнін аңғару қиын емес. Адам саусақтарының ұшында орталық нерв жүйесімен тығыз байланысты нүктелердің көптігін қазіргі кезде медицинада дәлелдеп отыр. Ашуланған адам тәспі тарту арқылы сол бір нүктелерге массаж жасап, жүйкені тыныштандыруға жағдай туғыза алады екен. Ғалымдардың зерттеулері бойынша тәспі тартудың адам ағзаларына беретін пайдалары орасан зор. Тәспі адамның қолында тұрғандықтан оны аударғанда алдымен саусақтар қимылдайды. Ал саусағы жиі қимылдайтын адамның миы тынығып, ойы жақсарады. Әсіресе жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққан адамға тәспі аударғанның пайдасы зор. Саусақтың жиі қимылдауынан адам ағзасындағы қан айналымы жақсарып, жүрек қан тамырларының жұмысы ретке келтіріледі. Бас бармақ мидың жұмысын жақсартады. Сұқ саусақтың жиі қимылдауы іш ауруларын басады. Ортаңғы саусақ қимылы асқазан ішек жолдарын жақсартады. Төртінші саусақтың жиі қимылда болғаны бауырға жақсы көмектеседі. Ал кішкентай саусақтың қимылы жүрекке жақсы әсер етеді. Бұлардан бөлек тәспіні жиі пайдаланатын адамдардың бойында алаңдаушылық, қорқыныш, қобалжу секілді жағдайлардың аз кездетіндігі және де агрессивті жағдайларда барынша сабырлы болатындығы дәлелденген. Алла тағаланың көркем есімдерін жекелей күніне 1000 реттен айта отырып, тәспі тарту арқылы кез келген аурудан арылуға болады деген ұғым қалыптасқан. Аурудың қай-қайсысы да нерв жүйесінің бұзылуының салдарынан туындап жататыны анық. Ауруға шалдыққан адам алақандағы, саусақ ұштарындағы орталық нерв жүйесімен тығыз байланыстағы нүктелерге тәспі тарту арқылы массаж жасап, бұзылған нерв жүйелерін қалыпты қызмет атқаруға көмектесе алады. Пайғамбарымыз әйелдерге әмір етеді: сендерге субханаллах, Аллаху әкбар деп Алланы кемшіліктерден пәктеуді бұйырамын. Мейірімді болып, лә илаха илля Алланы ұмытпаңдар, саусақтарыңмен тәспі тартыңдар. Себебі олардан сұралынады және сөйлейді делінеді хадисте. Алланың есімдерін жиі еске алып жүріңдер. Сонда сендер жандарыңа рахат, өмірлеріне қуаныш сыйлай аласыңдар делінеді Құранда. Шындығында жанымызға рахатты, өмірімізге қуанышты ең алдымен дініміздің саулығы арқылы әкелеміз. Сол себепті тәспі тарту қасиетін біле жүрейік.